Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және жүйелі тыңдаушылар. Мен Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты номер 22-ші Қорқыт Ата атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жаныспаева Клара Үшкемпірқызы. Мен бүгінгі презентациямда бастауыш сыныптардағы сабағымның тақырыбы сабақта қолданылатын белсенді әдіс тәсілдерінің түрлерін сіздермен таныстырып өткім келеді. Яғни біздің Қытай ғұламасы Конфуцийдің айтқанындай, маған айтсаң, мен ұмытып қаламын дейді. Ал маған көрсетсең, мен есімде сақтай аламын. Маған осыны істеуге мүмкіндік берсең, сонда бұл мәңгілікке менікі болып қалады деген Қытай ғұламасы Конфуцийдің айтуы бойынша біз оқушыларға айтқаннан гөрі, көрсеткеннен гөрі оларды практика жүзінде істетсек, олардың ойында мәңгілік қалады деген осы немен бастағым келеді. Енді белсенді оқыту әдістерін пайдалану кезінде бірінші тиянақты бөлім, қиялдау мен шығармашылық, тез тіл табысу, белсенді өмірлік көзқарас, командалық рух, жеке дербестік құндылық, өз пікірін білдіру, еркіндік, іс-әрекетте ерекше назар аудару, өзара сыйластық дағдыларды дамиды. Әдіс тәсіл түрлері бастаушыда көбіне ойын түрлерін біз көбірек қолданамыз. Және жеке және жұптық топтық жұмыстар өздеріңіз білесіздер, оны да қолданып келеміз. Оқушылар өз бетінше іс-әрекеттері, нақты жағдайлар, олардың нәтижесін жасау, сұрақтар қою, ынталандыру, оқыту мәселелері. Енді белсенді оқыту мен оқытудың кейбір тәсілдерін мына бейнеге қараптағандарыңыздай жұптық жұмыс істей отырып, мына суреттермен үйлестірме материалдар келтірген тәсілдерін сәйкестендіреміз. Балдарға жұптық жұмыс, топтық жұмыс арқылы біз түсіндіріп өте аламыз. Жұптық жұмыс істей отырып, мына суреттермен үйлестірме материалдарды келтірілген тәсілдерді сәйкестендіреміз. Мысалы, мына бейнеде бастауыштар әсіресе бірінші сыныптарда, екінші сыныптарда және төртінші сыныптарда біз осы бейнедегі көрсетеміз. Белсенді оқу, оқушыларды топтық және жұптық өз тәжірибесінің негізінде үйреніп, оқушыларға эксперимент жасап, мәнін ұғынып, түсініп, қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жаңа ұғарымды бұған дейін біліммен байланыстырады. Қателері бізге өзімізді тексеріп, түсінігімізді жетілдіруге жол ашады. Нәтижесі терең біліммен көзқарасты өзгертеді. Мына бейнедегідей. Бірлескен оқу. Енді бірлескен оқу арқылы құрылымдағы топтық жұмыс. Бұл тұлға аралық қарым-қатынас дағдыларын жетілдіреді. Және де ақпарат алу және жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын жетілдіреді. Тиімді дербестік дамытады. Біз бірлесіп табысқа жетеміз. Оқушылар арасындағы тосқауылдарды біз бұза аламыз. Мына бейнеде ойын технологиясын балдарға біз көбіне ойынды үйретіп отырамыз. Себебі бастауыштар ойын баласы болғандықтан ойын технологияларын көбірек қолданамыз. Педагогикалық ойындар технологиясы дегеніміздің өзі педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиыны. Ойын түріндегі жұмыстар сабақ үстінде қолайлы деген жағдайларда пайда болып, оқушыларды қызықтырушы құрал ретінде қолданамыз. Оқушылар көбіне бастауыштар ойынға қызығады, себебі олар ойын баласы. Пәнаралық байланыс. Біз әртүрлі пәндермен бастауыш сыныптарды байланыстырып отырамыз. Соның ішінде мысалға мынау білім беру бағдарламасы аясында кеңейтіліп теңестіреді. Тереңірек білім алуларына біз мүмкіндік береміз. Көптеген дағдыларды қалыптастырамыз. Түсінік пен дағдыларды дамытуға көмектесе алады. Оқудың анағұрлым саналы меңгерілуіне көмектесеміз. Оқуға деген уәжді арттыра аламыз. Мысалға мынау информатика пәнімен деген сияқты. Проблемалық оқыту дейді. Проблемалық оқытуда мұғалім басшылығы мен қиын мәселелерді туғызу және оқушылардың белсенді түрде өз беттері мен мәселелерді шешуі. Қорытындысында олардың ойлау қабілеттері дамып, шығармашылық іскерліктері мен дағдылары қалыптасуына жағдай жасаймыз. Оқу әңгімелері, оқушылардың тапсырмаларды өзара талқылауы. Әр оқушыға біз тапсырма беріп, жаңағы топтықта, жұптықта сөйтіп олардың бәрін өзара әңгімелесу арқылы жасаймыз. Оқушылар көбірек үлес қосуына мүмкіндік береді. Себебі өзара
әңгімелесіп тақырыптарды шешеді. Оқушылардың бір-бірімен білім дағдыларына үйретілуіне жетелейді. Тақырыпты терең түсінуіне жол ашамыз. Және де оқушылардың өз үлгерімі туралы ойланып, әрі қарай не істеу керектігі туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді екенбіз. Тапсырманы күрделендіріп, оқушылардың уәжін арттырамыз. Электронды оқу және жаңа технологияларды пайдалану. Технологияларды пайдалану барысында белсенді оқудың қызықты тәсілдерін ұсына аламыз. Және уәжді арттыра алады. Зерттеу жүргізу, қарым-қатынас жасау, ынтымақтастық орнату және тапсырмаларды тиімді іске асыру үшін қолданылады. Оқушылардың ақпарат іздеп, өз тәсілдерін табуына мүмкіндік бере отырып, олардың өз үлес қосуына септігін тигіземіз. Сыныптан тыс өз бетінше білім алуына да біз осы электронды оқу арқылы мүмкіндік бере аламыз. Модельдеу, іске асып жатқан ойлау үдерістерін түсіндіре отырып, мысал ұсыну деген сөз бұл. Оқушыларды бір мезгілде пән мазмұны туралы ойлануы және сарапшы ретінде әрекет етуге жетелейді. Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне көбірек мүмкіндік беріп, тапсырманы кезеңдерге бөлеміз. Үдеріс туралы ойланып, рефлексия жасауға ынталандырамыз. Мына бейнеде көргендеріңіздей миға шабуыл стратегиясы, яғни бұл тақырыпқа байланысты идеяларды көбірек жазамыз. Уақыт аяқталғанда кезектесіп өз идеяларыңызды оқимыз. Идея қайталанбау керек. Қайталанған идеяларды сызып тастап отырыңыз. Мысалы, оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру үшін не істеу керек? Вен диаграммасы оқиға пікірлердің өзара ұқсастық айырмашылығы ажыратылады. Мынау вен диаграмма арқылы. Мына жерде өзара ұқсастықтың несі, жаңағы айырмашылықтары көрініп тұр. Енді 10 сұрақ әдісі дейді. Мұғалім бір оқушыны таңдап алады да, бұл жерде және оның басына негізгі сөз жазылады. Жазылған қалпақшаны кигізеді. Қатысушы топқа 10 сұрақ қоя алады. Оған жауап не я, не жоқ деп жауап береді. Алған ақпаратты есте сақтаудың орташа пайызы. Оқыған кезде оқушыларымыз 10% ақпаратты есте сақтай алады екен. Ал естігенде 20%. Көрген кезде 30%, топқа пікір алмасу, топтық жұмыс істегенде 50-70% пікір алмасады екен. Ал енді проблеманы анықтау құрастыруда 80% екен. Ал өз бетінше проблеманы анықтау, шешу жолын табу және шешім қабылдау, болжам жасау, қорытындылауда өз бетінше олар 90% ақпаратты есте сақтай алады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен жаңағы презентациямыз аяқталды. Сізге қойылатын сұрақ: сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын айтыңызшы. Ол білім сапасын арттыру неше түрлі әдістерді қолдану арқылы, мысалы жаңағы ойын түрлері әдістері деген сияқты, ақпараттық технологияларды қолдану әдістері, және де осындай бірнеше вен диаграммасы деп көрсеттім, өздеріңіз көрдіңіздер. Осындай әдістерді қолдану арқылы біз оқушылардың білім сапасын арттырамыз.